Арнамызға жаңа қосылған көрерменге қайырлы таң, күн сәтті өтсін дейміз. Таныстырайық, ендеше бізде бүгін қонақта бір ерекше қонағымыз. Ортеке қазақ мәдени тұрмысындағы жалпы бұл саз аспаптарында ойнатылатын қоршақ өнерінің қазіргі бір үлгісі деп айтсақ болады. Дәл осы Ортеке жобасының авторы бүгін бізде қонақта Сұлтан Тұрмаханбет мырза. Қош келдіңіз, қайырлы таң, көргенімізге қуаныштымыз. Қайырлы таң. Ортеке десек, Таутеке дейміз. Еліміздің Тянь-Шань тауларында, Жетісу, Алатау тауларында мекендейтін Таутекені, Ортекені барлығымыз білеміз. Ортеке десек, ол домбыраны үйрету, баланы қызықтыру деп білетінбіз. Енді Ортеке жобасы жайлы толық айтып беріңізші, міндет мақсаты қандай бүгін? Енді Ортеке жобасының негізгі бұл жобаны жалпы қолдауымыздағы негізгі мақсатымыз мәңгілік ел ұлттық идеясымен халқымыздың ұлы мәдени мұрасын болашақ ел тізгінін ұстайтын ұрпағымыздың жаңағыдай жүрегіне жеткізіп, соларға дәріптеп насихаттау. Негізінде ұлттық құндылығын, салт дәстүрін бойына жетік меңгерген, өзін-өзі таныған бала, ол автоматтық түрде отанға деген сүйіспеншілігі мен отанға деген патриоттық сезімі оянып арта түседі. Ескіні жаңарту. Ескіні жаңарту. Себебі, не себепті? Анау айтады ғой, қазақта сөз бар. Анау бір жылыңды ойласаң күрішек, 10 жылыңды ойласаң ағашекте, 100 жылыңды ойласаң ұрпақ тәрбиеле дейді. Сол себепті бір жобаның негізгі мақсаты бір ұрпақ тәрбиелеу, оларға ұлттық қазақтың құндылықтарын соларға бір бойына сіңіріп дәріптеу. Енді Ортеке дедік. Ортеке десек, бірден жаңағы секіретін Ортеке домбыра күй үйрету ғана ойымызға түсіп отыр. Білуімше, бұл жобада басқа да мақсаттар, басқа да үйрететін ескі, мысалға, ат үйрету, қыздарға өте дұрыс айтасыз. Бағанағы айтып өткен ұлттық құндылықтар дегенде ол Ортеке жобасы деп тек қана бір музыкалық аспап үйрету емес. Негізгі мақсат жаңағыдай ерлеріміз ер сияқты. Анау Сүйінбайдың жақсы жаман термесінде айтылады. Ер жігіт ел жұртының қаласындай, жақсы әйел әмме жұртың анасындай. Сол себепті сол қыздарымыз әмме жұртқа ана бола алатындай, ерлеріміз жаңағы ел жұртына қала бола алатындай, сондай бір ұрпаққа сондай тәрбиелеу. Ол жердегі бағанағы негізгі мақсатымыз жобамыздағы. Ол балаларға неше түрлі ат міну, жаңа садақ ату, білесіздер, ат мінудің өзі ер балаға жауапкершілік сезіну, жаңағы тақымды берік ұстау, ал садақ атудың өзі сабырлыққа, жаңағыдай көздеген мақсатына жетуге сондай бір осындай бір үйірмелер арқылы балалардағы бойындағы тәрбиесіне де жалпы қазақи естесеңдер, қазақилыққа тәрбиелеу. Дәл өзі. Енді бұларға ұстаздарды, мамандарды қайдан таптыңыз, қалай іздедіңіз? Қазіргі жаңа айтып отырмын, негізгі жобамыздың алғашқы бастамасы бұл Ортеке болып келді. Ортеке жобасындағы ұстаздар, олар қазіргі Құрманғазы атындағы ұлттық консерваториядағы маман ұстаздарымыз, сол жерде жоғары білім алуда. Ал болашақ жаңағы негізгі жобамызға болатын ұстаздар, олар тарихшы мамандар. Себебі ол жерде тек қана бағана ат мінгізу, жаңағыда садақ ату ғана емес, ол жерде қыздарға тоқыма үйрету, кілем тігу деген сияқты, және де дәстүрімізді айтып отыратын, тарихымызды жеткізіп отыратын арнайы мамандардың. Енді құрметті көрермен, дәл қазір көріп отырған шығарсыздар, біздің студиямызда керемет аруларымыз отыр, дәл осы түрлі аспаптарда ойнайтын. Бұл жерде жетігенде, домбырада және скрипкада ойнап отырған қыздар бар, және өздеріңіз көріп отырғандай қақ ортада, яғни домбырамен Ортекені ойнатады, қазір. Енді осы туралы айтыңызшы, Ортекені жобасын бастарда зерттедіңіз ба, дәл осы аспапқа қатысты айтыңызшы. Бұл енді бір Жұбанов айтқан ғой, негізі бұл қуыршақ өнерінің бір бастамасы дейді. Дұрыс. Негізі бұл жерде айта кету керек, бұл жобада арнайы бастапқы Ортеке жобасы деді. Ортеке жобасындағы негізін қалаушылардың бірі де осы Астанадағы бір қобызшы қызымыз бар, жаңа сіздер білетін шығарсыз, сол Айдана Амангелді деген. Сол кісімен мен жаңа өзімдегі негізгі жобамды айта отырып, ол кісі де өстіп өзінің жобасын айтып, осындай бір ортадан Ортеке шықты. Ортекедегі бұл Ортеке алғашқыда бұл балабақшада бүлдіршіндерге арналған. Расымен негізі қарап отырса, ойнағаны енді қызық, балаларды бірден алда бар. Себебі Ортеке қуыршағын таңдағанымызда балалар білесіздер, сабақ өтіп түсіндіргенмен олар жалығып кетеді. Оларға осындай бір қуыршақ тәрізінде, оларды баулу, қызықтыру және де жұмбақ бір ойын тәрізінде өткізе отырып,
құндылықтар солай сіңірту оларға. Сол себепті осы Ортекені де бір алған бір себебі деуге де болады. Сол бір балаларды қызықтыру. Жалпы балалардан басты шынымен де бізде жаңа көріп отыр, Ортекені есіме түсіп отыр. Бізде бала кезімізде бізге күйді үйрету үшін, домбыраға қызықтыру үшін осы үйде Ортеке болатын. Бірақ енді сіздердің алып келген Ортекенің өзі бір заманауи, әдемі, әшірленген, әдемі екен шынымен де. Ағаштан жасаған кәдімгі бір қуыршақ секілді ғой. Енді бұның өзіндік техникасы бар шығар? Енді бұның техникасы деген кезде мен өзім музыка маманы болмағаннан кейін де техникасы туралы бір толық айтып бере алмаймын. Онда көрейік. Қонаққа де сұрайық. Бастамаңыз керемет енді. Енді көрейік. Егерде шығармадан үзінді керек? Шығармадан үзінді сұрайық қонаққа деге. Не орындаймыз? Дала тынысы деген авторы Шолпан Қорғанбек авторы. Сол бір дала тынысынан бір үзінді тыңдауға болады. Жақсы, құрметті көрермен, Ортеке ұжымы дала тынысы. Тамаша. Сұлтан мырза, уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Сіздеріңіз оңды болсын. Тек сәттілік тілейміз. Рахмет. Қыздар да тек құлпырып, жайна осылай ұлттық киімдерімізді дәріптеп, ұлттық өнерімізді дәріптеп жүре берсін дейміз. Сіздерге де шығармашылық табыс тілейміз. Халқымызға да жалпы ұрпағымыз азат, рухы биік, жан дүниесі жаңа болғай дегіміз келеді. Тамаша. Ал құрметті көрермен, дәл қазір бізде астрологтардың кеңесі Жұлдыз Жорамал.